Самал, саламатсыз ба? Сізді көргеніме қуаныштымын. Елге қош келдіңіз деймін. Қазақстанға сіз үшін қаншалықты жиі жол түседі? Енді жиі деп айтуға болады, бірақ көп емес. Кейде бір жұма, кейде бірнеше күн, кейде бір ай. Бірақ енді уақытым болған кезде елге келгім келеді. Сол. Осы жолы қандай мақсат әкелді сізді Қазақстанға? Кішкене демалу, және ата-анаммен, туған туысқандарыммен кішкене бірге туған күндер бар, жаңа жыл бар дегендей, тәуелсіздік күні бәрі осы мерекелерде бірге болу. Сізге сонда демалыстың қандай түрін айтты, демалу дейсіз? Енді негізі ең бастысы үйге келген, ол ең жақсы, ең маңызды демалыс, үйдегі демалыс. Канн фестивалінен кейін сіз атақты актриса болдыңыз. Қазір сізді тек қана Қазақстан емес, алыс жақын шет елдердің бәрі таниды. Сол жүлдеден кейін де бір жылға жуық уақыт өтті. Не өзгерді бір жылдың ішінде? Әрине, шынымен көп киногерлер, шетелдік киногерлер таниды мені. Сол өзгерді, бірақ енді бұлай өзіме қатты өмірім соншалықты өзгеріп кетті деп айта алмаймын. Енді ішкі дүнием бұлай басқаша көзқараспен қарадым дегендей ондай болған жоқ, бірақ енді әрине өмірім өзгерісі көп адамдар таниды. Магазинге барсам да сол өзгеріс болды, ал бұлай қатты өзіме сондай не айтады ғой, өзі ішкі дүнием өзгермеді деп ойлаймын. Айка фильмі Канн фестивалінен кейін Түркияда, Қытайда, тағы басқа шет елдерде жоғары марапаттарға, жүлделерге ие болды. Бұдан кейін фильмді басқа да кино байқауларға ұсыну жоспарларыңызда бар ма? Осы киноны ма? Иә. Иә, ол фестивальдарға қатысып жүреді, өте көп кинофестивальдарға қатысты, өте көп жүлде алды, шынымен. Енді ол өзі кино шыққаннан кейін өзі бір жылдай өзі фестивальдарда жүреді, бірақ Айка әлі күнге дейін жүр. Сол жуырда да бір кинофестивальдарға барды. Сол өте кеше ғана Белый слон деген номинация алыппыз. Соны естідім. Сондай номинациялар болып жатады осы. Әлі күнге дейін Айка фестивальдарда жүр. Фестиваль, сондай премияларда. Белый слон туралы толығырақ айтып өтсеңіз. Ол Россияның критиктерінің сыйы. Сол. Айканың әлемдік деңгейдегі киносыншылардың жоғары бағасының алуының құпиясы неде деп ойлайсыз? Еңбекте деп ойлаймын. Еңбек ол енді бірінші сценаристер осы нені сценарийді жазады. Солды оңай емес сценарийді жазу, оның бәрін, драматургиясын бәрін дұрыстап жазып. Содан кейін енді разработка. Көп жұмыс қой енді ол бүкіл съемочный группаның. Сол енді еңбекте ең бастысы. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарыңызда осы Айка фильмі жүлдеге ие болғаннан кейін көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Қазақстандағы режиссерлардан, шетелдік режиссерлардан ұсыныстар түсіп жатыр дегенді естідім. Осы аралыққа дейін қандай фильмдерге түстіңіз және оны қашан көре аламыз? Негізі енді осы менің түсіп жатқан киноларым, ол негізі бұрыннан жоспарланып қойған кинолар. Көбі деп айтуға болады. Айка шықпай тұрып деген өзімнің мұғаліміммен жұмыс істедім Москвадағы. Содан кейін Ерлан Нұрмахамбетовпен, қазақстандық режиссермен, ол кісіді Айка бітпей тұрып ұсыныс жасаған болатын, осындай киноға түстеп. Соған дейін
Қазақ батырлар деген туынды болатын, сонда бір эпизодты ойнағам. Ол кино жуырда шығады деп ойлаймын. Енді содан кейін енді былай бір ғана киноға түстімді, осы жүлдеден кейін таныған режиссермен. Ал оған дейін өзімнің таныстарыммен жұмыс істедім деп айтуға болады. Сол. Ол қандай кино болды? Ол Қазақстанда түсірілген Совет үкіметі туралы, Совет үкіметі емес, Совет кезіндегі история, Совет уақыты туралы. Сол, енді құлай берсе, январьда, февральда шығады деп отыр. Сіз бұған дейін тек қана әйел рөлін, ананың рөлін ойнап жүргеніңізді айттыңыз. Бұл кинода қандай рөл болды? Жоқ, жай бір ең басты кейіпкердің әпкесінің рөлін ойнадым. Сол. Енді әрине қыз бала болғасын, енді әрине енді әйел адамның рөлі әрине болады. Бірақ енді сол айтып өткендей ана рөлінің енді сондай темасын осындай жақсы ойнап шықтым деп ойлаймын. Содан кейін енді сол айтқандай басқа кішкене әйел кейіпкерлерін ойнасам деген үміт болды. Сол айтқанды естіген болатын шығарсыз. Сол бұнда жоқ, жай айтып өткендей кейіпкердің әпкесінің рөлін ойнадым. Келешекте қандай рөлдерді ойнауды армандайсыз? Ондай жалпы нақты арман жоқ, осы рөлді ойнасам ба деген, бірақ енді жақсы адами өзі жақсы рөлдер, ең бастысы сол жақсы сценарий, драматургиясы жақсы болатын болса, сондай түсінікті, кейіпкер түсінікті болатын болса, әрине мен үшін ол қызықты. Қазақстанның кино индустрия саласына қандай баға берер едіңіз? Қазір жаман емес деп ойлаймын, себебі ең осы маған өзіме мақтаныш болатын. Қай фестивальға баратын болсам, Қазақстанның өкілдері болады. Осы Қазақстанның кинолары, қазір Қазақстанның кинолары шетелде фестивальдарда көрсетілуде. Ол өте жақсы белгі, жақсы сапаның көрсеткіші деп ойлаймын. Сол Қазақстанның киносын қазір біліп келе жатыр да, сол жақсы. Өзіңіздің сүйікті фильміңіз қандай? Қазақстанның ба? Өзіңіздің сүйіп көретін фильміңіз кез келген? Енді көп киноларды негізі қазір иранский кинолар бар қазір, өте жақсы, өте керемет. Сондай жан жақ мемлекеттен болады кинолар енді қазір. Оларды тізіп ату, бірақ енді айтып өткендей Иранның кинолары өте ұнайды. Жақсы, өте сапалы, өте сондай адами өмір жайлы десем болады, сондай жақсы. Жағымды, жағымсыз рөлдер бар, сіздің жаныңызға қайсы жақын? Жағымды кейіпкерлер бар рөл демек. Енді айтып өткендей, мен үшін түсінікті болу керек та ол. Кейде мүмкін бір кейіпкер былай сценарийді оқып атқан кезде кейіпкердің былай өзінің Айканы алатын болсақ, ол өз баласын роддомда қалдырып кетті, ол дұрыс емес. Ол табиғатқа қарсы шығу деген. Ол дұрыс, енді ол кейіпкер уже маған жақын емес былай. Өмірде алатын болсақ. Бірақ енді сценарийді оқып қарайтын болсақ, ол сценарийдің несі болады, ең басты тақырыбы деген сияқты, ол кісіні түсінуге болады. Ол неге тастады ол баланы деген сияқты. Содан кейін ол бірте-бірте сол баланың ең маңызды екенін ол үшін сонда түсінеді. Сол үшін әрине ол жаман жақсы рөл жоқ. Ол ең бастысы қарау керек те оған. Себебі әр кейіпкердің өзінің несі айтады ғой, правдасы бар деп. Сол әрине ол
түсінуге болады. Егер де адами тұрғыдан мен ол кісіні түсінетін болсам, онда ол маған қызық болады да. Егер де мен түсінбейтін болсам, ол әрине түсініксіз болып қалады мен үшін. Өзіңіз Айканы неше рет көрдіңіз? Ой, білмеймін. Себебі ол әлі шықпай тұрып, біз өте жиі көретімізді. Бір жаңа эпизодты түсіреміз бе, содан кейін көруіміз керек болатын. Ол себебі хронологиямен түсірілді, ол состояние, сол үшін бірдей, ол состояние бірте-бірте осындай не қиындатып түсу керекті, ол үшін оның состояниясы қиындайды, сол үшін қарап отыру керекті, қалай болып жатқан, қалай развитие жүрген соны. Кан фестивалінің үздік әйел рөлінің жүлдесіне ие болып, елге таныла бастағаннан кейін мынандай пікірлерді жиі естідім сіз туралы. Самал деген нағыз қазақ қызының символы, сондай қарапайымдылығымен, сұлулығымен ерекшеленеді деп. Сіздің ойыңызша қазақ қызы қандай болу керек? Рахмет, енді бірақ жақсы адам болу керек негізі. Ең бастысы жақсы адам, ниеті дұрыс. Біреуге жамандық жасамау керек. Енді әрине өзі адам, енді өз өмірін өзі қалағандай өмір сүру керек, бірақ ешкімге жамандық жасамау керек. Сол деп ойлаймын мен, сондай болу керек. Ең бастысы. Ең бастысы, иә, жақсы адам болу керек. Түсінігі бар, ақылды, сол. Сіз осы жүлдеден кейін Петропавлға алғаш келгенде облыс әкімі сізді, ата-анаңызды қабылдап, құттықтап, пәтердің кілтін табыс етті. Бірақ кейін бұқаралық ақпарат құралдарынан көріп, осы пәтер берілмей жатыр дегенді естіп, кішкене мұңайып та қалдық. Осы мәселе шешімін тапты ма? Енді Құдай берсе береді деп ойлаймын. Береді енді. Сонда елдің алдында кілтін табыстағанмен, бірақ әлі пәтер тимей келе жатыр. Енді ол енді өзінің бір сұрақтары болған шығар, себебі енді ол енді ойлаймын, енді әрине оның құжаттары болады деген сияқты, ол үй салынып біту керек деген сияқты, сондай уақыт. Өкпеңіз жоқ па? Ешқандай өкпем жоқ. Түсіністікпен қабылдайсыз, қарайсыз? Әрине. Ешқандай өкпем жоқ. Ең асқақ арманыңызбен бөліссеңіз? Енді ең бастысы өзімнің, әрине әр адам армандайтын өзінің жақын туысқандары аман болғаны. Ең бастысы сол, денсаулықтары мықты болып, сол бақытты болғаны. Самал, Қазақстанға аз ғана уақытқа демалысқа келіп, уақыт тапшылығына қарамастан бізбен кездескеніңізге рахмет. Сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет, сіздерге де жақсылық тілеймін.